Неге жібермедіңіздер бір? Бірінші игнор. Сәтті аяқталды. 5-те кел. Ұнады ма Альбина, Мұхаммед? Достар, жансаяға алған жоқпыз. Жүр. Мә, дала деген боран бізде ше. Ашып беріңіз дейді. Бір ық жерге жеп алайық та енді бұны қайтып жейміз ка. Үйге жетем дегенше. Қайта жеп алсақ болады? Сәлем достар. Қалдарың қалай? Біздің каналымызға қош келдіңіздер. Достар, сіздердің араларыңызда Жансаяға игнор жасаңызшы, Жансаяны жылатыңызшы, сөйлемей қойыңызшы деп жазған біздің подписчиктер көп болды. Соны сұраған, дәл осы видеоны сұраған подписчиктеріміз экранға жақынырақ отырып алыңыздар да. Ал Жансаяға игнорды бастаймыз. Негізі Жансаяға игнорды мен осыдан 2 сағат бұрын бастап қойдым. Олар білесіздер, 4-ші сынып Жансаялар биыл бітіріп жатыр. Мектеп, бастауышты бітіріп жатыр. Бастауыш бітіруші сынып. Сол үшін күнде биге кетеді. Биге дайындалып жатыр, білмеймін, не би. Бүгін игнор жасап мүлдем сөйлемей қойдым. Ол сабақтан келген кезде сөйтіп Жансаяны биге жібермей қойдым. Ол мына жақта долданып жатыр. Короче, биге онлайн қатысып жатыр. Қыздары келіп спорт залда билеп жатыр. Жансаяға видеозвонокпен звондап онлайн қатысып жатыр. Короче, биге онлайн қатысқанды қайдан көрдіңіздер? Көрдіңіздер ма осы уақытқа дейін? Сонымен қызық болып жатыр. Қасында 2 көмекшім, білесіздер. Аяла мен Ерасыл сабақта. Біз қазір Жансаяға мүлдем сөйлемейміз. Жансаяны игнорировать етеміз, бірақ сонымен қоса нервысына да тиіп жүреміз ғой, короче. Ал біз бастаймыз. Мына қыз маған долданып, өкпелеп жүр. Бірақ мен оның сұрағына жауап беріп жатқан жоқпын мүлдем. Қыздармен сөйлесіп жүр, білмеймін. Қазір билейді. Достар, видео өте қызық болайын деп жатыр. Лайктарыңызды басып, бізді қолдап қойыңыздар. Біз бастаймыз. Дайынсыңдар ма? Жансаяның нервысына тию. Бірінші кадр кетті. Папаям, синий трактор едет к нам. Папаям, синий трактор едет к нам. На колонкаға не болды? Кім өшірді мұнаны? Папаям. Мама, тыныш дедім. Ма, өлең айтасың ба? Айта бер. Ал, кеттік. 1, 2, 3. Қойшы! Кім өшіп атқаныз? Білмеймін ғой. Мынау қайта-қайта өшіп қала берген несі? Ана, биге жібермедіңіздер бір. Бірінші игнор. Сәтті аяқталды. 5-те кел. Достар, бірінші игнорымыз сәтті шықты. Біз вообще қараған жоқпыз, сөйлеген жоқпыз. Игнор жасады, ол жайлап білген сияқты. Потому что айтып жатырмын ғой, сұранды, мен жауап берген жоқпын, даже жоқ дегенде жоқпын, мен жауап бермегеннен кейін ол бара алмады биге. Сол биге бара алмадым деп болған-талған болып обедінде ішпей қойды. Хотя мен жасап қойған тұғынмын. Ішпеген кейін жыным кеп кетті да, кухняны тап-таза қылып жинадым да, өзім шығып кет қалдым кухнядан. Қазір қарным ашты деп айта алмай жүремді. Шақырған кезде келмеді ғой өйткені. Я? Я достар. Ал бізде игнор басталып кетті. Өз обалың өзіңе, Жансая. Бірінші игнор. Бұл бірінші игнор. Енді екінші игнорға кетеміз. Ана магазинге барып. Магазинге кетеміз ба? Давай. Жүріңдер, кеттік.
жүр. Үстеріңе киіңдер. Я. Так. Сен безрукавкаңды киейін. Иә? Балымыз дағы жеп қайта. Қақтасын. Аш кетті ғой. Қарның ашты ма? Сен қайсыны кесін? Мені сұрамадыңыз ғой. Мынандай. Қой, бұл ұзын ғой, саған өзің неңді жасылыңды кесейін. Қарның ашты ма деп сұрамадыңыз. Ой, қарның ашып кеттім. Жіберем. Танаш трактор көрейінші. Көтсе, ауыздарын жа, көт. Үндемеңдер, сөйлеме. Төл, мен нан ашты едім ше. Қамыр машмай атыр ғой, не башмай атыр. Сәл көтеріл қапты, кішкене көтеріл қапты. Кішкене тасысын, я? Түү, немене бәле бір қыз болып мына жерге мына жасау деген жоқ қой ше. Мамам, не болды? Бетіне айтып. Бір осы үйдің қыздарын вообще түсінбеймін ше. Мына жерге жасап, мынараны мама пылесостап полын жуып қойыпты ғой. Ең болмаса мынаны өзіміз қойып, көрпешені жайып, жасап қояйық деген нәрсе жоқ қой біздің үйде ше. Вообще осы үйдің қыздарын түсінбеймін мен ше. Мама, жансая деп айта салмайсыз ба? Өйтіп сыртынан айтқанша. Таң қалам осы үйдің қыздарына ше. Мен әше жүрек жалға болайын деп едім. Не істеу керек? Мына кір қашан болған? Мына кір вообще қашан болған? Мен мынаны азанда салған едім ғой. Бір қыз болып осыны жайып қою деген жоқ қой. Біздің үйдің қыздарында ше. Өлім, ыдысты жуып кеткен ба мен? Масқара, ыдыс жуылмайды бұл үйде. Мына кір жайылмайды. Бір қыз болып мамам нан ашытып қойыпты ғой, бір нан жаба салайыншы деген қыз көрмедім ғой. Ой, пырмай. Тек қана біз қашан тамақ ішеміз, біз қашан далаға шығамыз, дүкенге қашан барамыз деген қыздарды ғана көрдім, болды. Қырғыздар менің айқайлағаным әсер етіп, жеп атқан тамағын қоя салысымен біздің Жансая тыныш. Біздің Жансая кір жайып отыр. Жандан жылағысы келіп тұр, өйткені биге бармады бүгін. Обедін ішпеді бүгін. Киімдерді жайып жатыр. Жуылған киімдерді. Мен әдейі айқайлап жатырмын ғой дейді. Жүр кеттік. Қыздар киінеміз ба? Киімді жайып тастады, жайлап. Мамам, қайқа? Мен аяқты шай қойып қойдым. Жүріңдер, кетіп киінеміз ба? Мама, қайда бара жатсыз? Кел, Мұхаммед жағы берген жилеткан қайда? Мама, далаға ма? Жилеткан қайда? Кисейші. Мама, шай қойып қойдым, жүрсеңізші. Қайда қойдың? Жаңа жилетка курткаларын қайда? Давай, кеттік. Киіп алыңдар. Қайқа, мен де барайыншы. Мен де барайыншы. Қайқа. Мен де барайыншы. Қашқашым келген. Дала жел боп тұр екен, киініп алыңдар, давай. Мен де сіздермен барайыншы. Барайыншы. Қайқа баратсызға өзі. Аяқ киімін қайда? Қайқа баратсызға? Лифті күтіп тұрмыз ба? Мені күтіп істейді, қайқа баратсызда? Не болды ма? Істемей қалған ба? Альберт, не болды, кеп қойыпты? Қайқа бара жатсыздар, мама? Мен әйтеуір сіздердің аттарыңыздан шығып кеттім, қайқа бара жатсыздар? Жана, Аязымды қаза. Қыстан аязымды яғам. Шыққан жақсы болыпты. Жансаяға әпермейміз, жақсы болды. Мұхаммед, қайқа бараттырмыз? Жансаяға айтпай шығып кеткеніміз жақсы болды, Альбина. Мам, қайқа баратсыздар? Альбина, қайқа баратсың?
жүріп кеттік. Оны қақы барасыздар, айтыңызшы. Жүр. Подъезді сыпырып кетіпті. Иісі күшті болып тұр прям. Аспай-ақ қойшы оны. Жүр. Жүр, Мұхаммед, жүр, қолыңнан ұста менің. Так, Альбина, қай жақтағы магазинге барсақ болады? Алдағы, или артымыздағы, или жанымыздағы. Үшеу де алыс. Алдымыздағы ма? Жүр, әке, мына Мұхаммедтің қолынан ұстасай, қазір адасып кетесің ғой. Машина келе жатқан жоқ па? Тоқта, Альбина. Жүр, мұнда барайық, жүр. Мұнда барайық. Мұнда жүрейік. Мынау уже келе салысымен балымыздағын алып алды. Жүр. Так, мен өзіме қандай мороженое аламын? Мұхаммед, ма? Так, 3 мороженеға төлейім, сонымен болды. Так. Ал. Сен жаңа мармелад жеймін дедің ғой. Ұнады ма Альбина, Мұхаммед? Достар, Жансаяға алған жоқпыз. Жүр. Мә, дала деген боран бізде ше. Ашып беріңіз дейді, бір ық жерге жеп алайық та енді бұны қайтып жейміз қа, үйге жетем дегенше. Қайта жеп алсақ болады? Бір тоғынан ішінде тұрып жейміз кеттік. Ке. Жүр, нарада. Не жерде? Ке. Достар, мен Жансаяға мороженое әпермеген едім. Әкесінен ақша салдыртып алып, голдына өзі магнат жеп тұр. Бірақ бұрқылдап тұр бізге. Мен Жансаяны орындабасам кетіп қалатын ем, бұл да конца кетпей тұр ғой. Қарамаса оған сен уже 2 рет сөйлеп қойдың, білесің ба? Біздің Альбинаның әдеті өз балымызға қалып алады, бірақ бәріміздің балымыздағымыздың дәмін жеп көріп шығады. Мұхаммед пен Альбинаға әдейі кішкентай балымызға бердім. Үстеріне тамызып, тау салмай, әбіржіп кетеді. Осы кішкентайын жеп тұр. Достар, өзімше біз игнор түсіп жүрсек, мына екеуін есіне шығып кеткен ғой, бір мороженое жеймін деп сөйлеп қойды. Сонымен Жансая біліп қойды, что біздің игнор жасап жүргенімізді біліп қойды. Қоя қойш, мама, болды. Дальше жараспай кетті дейді. Короче, біліп қойдым дейді. Ойната салайын мен де қойш дейін десем, уже шыдай алмай кеттім дейді. Қаққама. Сонымен достар, біздің Жансая бел ортасында біліп қойды. Айтпесем Жансаяға біраз игнорлар дайындап қойған жерге кіріп жатырмыз. Далада біраз жүректесек болмады. Осы жерде сіздерге сау болуымызды айтайық. Соңына дейін жалғастыра алмадық, Жансая біліп қойды. Жансая біліп қойғаннан кейін оның мәнісі жоқ қой жалғастырудың, иә. Ал сонымен үйге қайттық, сау бол айтамыз. Ал достар, осымен мамалардың маған игнор түсіргені, осымен аяқталды. Всем пока. Осы үшін мені биге жібермеді. Бір игнор үшін мені биге жібермеді десең. Всем пока. Сау болыңыздар.